Ассалаумағалейкум, құрметті Корея көмек оқырмандары. Қазір біз Оңтүстік Корея елінің Чонджу қаласында жансақтау бөлімінде қайтыс болған марқұм Мұратжан ағамыздың үйінде тұрмыз. Қазір келіп жағдайын барлығын үйрендік. Енді отбасылық жағдайда қандай екенін міне экран алдында өздеріңіз көріп тұрсыздар. Екі баласы бар екен. Қазір отбасы марқұмды Қазақстанға алып келу үшін жалпы 9 миллион қаражаттың 2 миллион ғана көтере аламыз деп отыр. Сондықтан қалған қаражатты жинау үшін мәйітті Қазақстанға алып келу үшін біз осы Корея көмек оқырмандарынан көмек сұрағалы отырмыз. Kimге taşıp gitti Samad bizlerle? Özüm uzak yurttan kelin bu tükenmeni. Gelip benim işancı fakat edemsi diyor. Kimge siyenemem Samad indi ben ay tüken. Kimge siyeneyim. Ben özüm Türkmenistan'dan tükenmen gelin bu. Benim atanam uzakta. İndi kimge siyeneyim ay tüken. İki balamdan başka. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының Оңтүстік Корея елінде орналасқан елшілік өкілдері құжаттарды әзірлеу үстінде, мәйітті келесі аптаның жұма күндеріне Қазақстанға жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан қолдан келгенше мұсылман бауырлар қолдау көрсетсеңіздер екен. Осы уақытқа дейін Оңтүстік Корея елінде ешқандай Қазақстан азаматы қалған жоқ. Біз болайық басқа адамдар болсын, халықтан қайырымдылық ақшаларын жинап, мәйіттерді өз елдеріне жетуіне, өз елдерінде жерлегенге көмек қолын созып жатыр. Осы уақытқа дейін ешқандай Қазақстан азаматтары кәріс жерінде жерленген жоқ. Құрметті Корея көмек оқырмандары, мұсылман бауырлар, келіп жеткен құрбан айтта жасаған бір қайырымдылықтарыңыз болсын. Қолдан келгенше қолдау көрсетсеңіздер екен. Қазір экран алдында Оңтүстік Кореядағы және Қазақстандағы Корея көмектің сенім банк карта нөмірлерін көре аласыздар. Қолдан келгенше қайырымдылықтарыңызды сол жерге жіберсеңіздер болады.